күйеуімнің айтқаны болмай қалса, түнде саған періштелер таңға дейін лағнет айтады деп айта береді дейді. Дұрыс айтады. Ол хадисте келеді. Бірақ бұл жерде сіздің денсаулығыңыз дұрыс болу керек. Әйел адамның денсаулығы дұрыс болса, онда дұрыс болады. Одан кейін тура осы таяқтың екінші жағы бар. Ақыр айттыңыз, енді түннің бір уақыт екен, десе де айтылайық. Еркек соны айтқан кезде тура осы хадис әйелдерге де жүреді. Әйелдің айтқанына, әйелдің дегеніне еркек жеткізіп бере алмаса, ләззатына, онда ол да жауап береді. Оған да періштелер қарғыс оқиды. Бұл тек қана еркектердің періштесі емес бұл. Еркектер сондай періштелерді өзіне жинап алған. Қарғыс оқиды саған, түні бойы сені қарғап шығады деп. Жоқ, олай емес. Әйелді де тиісті өзінің ләззатына, тиісті өзінің жоғар жағына керек апогей дейді ғой, сондай жерге жеткізіп бере алмаса, яғни өзінің шаруасы бітті деп ұйықтап қалатын болса, оған да періштелер таңға дейін қарғыс оқиды.